Қайырлы күн Қазақпарат оқырмандары және көрермендері. Күні кеше ғана қазақстандық жас талантты әнші Рухия Байдүкенова халықаралық Славян базары байқауынан жеңіспен оралды. Бүгін бізге ару қызымызбен, талантты қызымызбен әңгімелесудің сәті түсіп отыр. Арнайы Қазақпарат оқырмандары мен көрермендері үшін Рухия Байдүкенова өз көрермендеріне сыр шертеді. Рухия, біздің студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Сізді жеңісіңізбен тағы да құттықтаймын. Жалпы осы күндер аралығында жеңіс пен қошеметтің эйфориясына бой үйретіп те алған шығарсыз. Славян базарының жеңімпазы болғаннан кейін өміріңізде қандай да бір өзгерістер орын алды ма? Осы туралы айтып берсеңіз. Барлықтарыңызға қайырлы күн тағы да рахмет. Құттықтауларыңызға сіздерге де құтты болсын. Славян базарынан кейін өмірім өзгерді деуге болады. Себебі бір бос уақыт жоқ. Күніне 2 сағаттан ғана ұйықтап жүрмін. Көптеген концерттерге ұсыныстар түсіп жатыр. Интервьюларға, жобаларға ұсыныстар түсіп жатыр. Бәрін үлгеруге тырысып жүрмін барымша. Жалпы өзгерді деуге болады. Бірақ мен өзім өзгерген жоқпын деп ойлаймын. Өзгеруге уақыт болмай жатқан сияқты. Сіздің жеңісіңізге барша қазақстандық қауым қуанды. Оның ішінде біздің мемлекетіміздің басшысы, президент те бар, Қасым-Жомарт Тоқаев. Сіз жалпы бұл құттықтауды қалай қабыл алдыңыз? Мен бұл құттықтауды жалпы ол кісі инстаграмына салады деп күтпегем. Бірақ өте қуаныштымын. Біз сияқты талантты жастарды ол кісі көріп қолдап жатқанына. Жалпы болашақта біздің елде менің ойымша көптеген салаларда үздіктер болады деп ойлаймын, әлемге танылатын. Барлығын қолдаса екен деген үміт бар, сенім бар, және де сенемін мен. Біз де соған сенеміз. Байқауға қатысатын кезде сізге кім ерекше қолдау білдірді? Ерекше қолдау көрсеткен барлық жерде айтып отқандай Димаш Құдайберген. Жалпы ол кісі тек қана бұл байқауға емес, өмірімде де қолдау көрсетіп отқан адамдардың бірі. Мені ол кісі бала кезден таниды. Қаншама әлем әртісі болмаса да сол қалпы, сол қарым-қатынаста қалған жандардың бірі ол кісі. Мен өте қуаныштымын. Димаш сияқты адамның көзіне түсу деген ол үлкен бір дәреже деп ойлаймын. Енді бұл Алланың маған берген бір сыйы шығар. Бір ерекше қолдау конкурс кезінде Витебск халқының қолдауы деп өзіңіз де айтып кеттіңіз. Жалпы конкурс кезінде Витебск жұртының ықыласы сізге қандай болды? Жалпы бірінші келген күннен бастап маған Белоруссия елінің адамдар өте қатты ұнады. Біздің қазақтың халқына ұқсайды. Қонақжай, күліп қарсы алады. Ешқандай ұрыс-керіс, тып-тыныш өз-өздерімен, және де ұлтқа бөлінбейтін ол кісілер. Бір жақсы. Мысалы, мен қазақ болсам да, маған кәдімгідей көмектесіп, сахнаға шығарға дейін қолдап, сенімдерін білдіріп, өз туғандай қарсы. Иә, шыны керек. Мысалы, Белоруссияда қалсаншы дегендерде болды. Ұсыныстар түсті. Көрерменнің тарапынан сондай болды. Продюсерлер емес. Шынымен де талантыңыздың сол жерде бағаланғанын бір куәсі шығар. Мүмкін. Жалпы осы байқаудың жаңағы айтып кеткенімізде 2015 жылғы жеңімпазы Димаш Құдайберген осы жылы алғаш рет, қателеспесем, Әділ қазылар алқасының құрамында болды. Бұл жаңалықты сіз қалай қабылдадыңыз? Жалпы өнерім әділ бағаланады деп ойладыңыз ба, әлде жерлесімді жерге қаратпауым керек деген ой болды ма? Димаш қазылар алқасының мүшесі болады деген кезде мен өте қатты былай айтқанда қорықтым деуге болады. Себебі әлемдік әртіс. Жалпы мен ол кісінің алдында ән айтуға ұялатынмын. Неліктен? Қатты ұялатынмын. Басқа адамдардан ұялмаймын, бірақ Димаштан ұялатынмын. Байқау кезінде, бірақ та мен оны жеңдім деуге болады. Ұялуымды жеңдім. Психологиялық тұрғыда. Мен байқауға баратқан кезде кәдімгідей тек қана өзім үшін емес, ол жерде Қазақстанның абыройы бар. Димаш Құдайберген жюриде қазылар алқасының мүшесі болғандықтан ол да бір жауапкершілік үлкен. Себебі біз сол Димаш шыққан планканы түсіріп алмау керекпіз.
яғни Қазақстаннан участник барса, ол да жақсы айтатын болу керек деп өзіме бірінші өткен күннен бастап мақсат қойдым. Жеңу керекпін деген. Жалпы сол мақсатқа жеттім. Димаш Құдайбергеннің қолдауы солай ерекше болды сіз үшін, иә, конкурс барысында? Иә. Алғашқылардың бірі болып құттықтады деп айттыңыз, иә? Басында негізінде Димаш маған вокалдық жағынан да көмектесті. Үлкен рахмет. 4-5 рет дайындалдық бірге. Өзінің ақылдарын айтты ол кісі. Байқау кезінде біз араласпадық деуге болады. Бірақ мен айтқан кезде кәдімгідей уайымдаған. Жалпы сіздің әндеріңізді тыңдап отырсам, жоғарғы ноталарыңызды алуыңызды мен кейде бір сол Димаштың ырғағына, Димаштың стиліне ұқсаттым. Бұл жай ұқсастық па, әлде сіз шынымен де Димаштан үлгі аласыз ба? Мен негізі бала кезден айтам ол ноталарды. Бірақ техникалық, вокалдық жағынан Димаштан да үйрендім, Марай Керридан да үйрендім, және де басқа да көптеген шетелдік әншілер бар. Әр әншіні көрген кезде өзімізге керегімізді, өзімізге жағатын нәрсені алып отырамыз, яғни білім жинап отырамыз. Меніңше онда тұрған ештеңе жоқ. Алла бергендіктен қолдану керек сияқты. Бірақ бала кезден айтатынмын ол ноталарды. Бала кезден демекші, жалпы музыка әлеміне қалай келдіңіз? Отбасыңыздың бір мүшесінен дарыған ба бұл өнер? Осы туралы айтып берсеңіз. Менің атам, Байдүкен атам, домбырашы, күйші болған ол кісі. Қайтыс болып кеткен, марқұм болып кетті ол кісі. Менің әртіс болғанымды қалаған екен ол кісі. Мен 2 жасымда болған кезде ол кісі дүниеден өткен екен. Анасының құрметіне арнап есімін қойған. Рухия деп, Рухия яғни әжем болған. Ол кісіден айтқан екен. Жалпы отбасым слухы бар, жақсы жаманды айыра алатын отбасыдан шыққанмын. Яғни өнерге түсінігі бар. Жалпы мен сіздің X-Factor жобасына қатысқан кездегі видеоларыңызды қарап көрдім. Сол кезде сіз айтыпсыз, ата-анам менің дәрігер болғанымды қалады. Жалпы әнші болғанымды қалаған жоқ деген секілді. Қазір ата-анаңыздың ойы өзгерді ме? Сіздің өнеріңізге деген олардың көзқарастары қандай? Славян базарына дейін ата-анам менің айтқанда қатты қызықпайтын. Өнеріңіз? Иә. Карантин болған кезде әсіресе айтатын, вот, врачтың оқуын оқу керек еді, қазір сол керек деп. Әнші болып отырсың қазір үйде деп, босқа деп. Халыққа пайдасы тиетін мамандық қой, дәрігер деген деп айтып отыратын әкем. Бірақ Славян базарына өтер алдында әкем өзім батасын берді. Тек қана абыроймен жүрсең болды деп. Тек қана таза жолмен, таза еңбекпен. Бұл айтқанда қазір ата-анам өте қатты қуанышты. Байқаудан кейін сізді кез келген ақпараттық агенттік болсын, бұқаралық ақпарат құралдары болсын, сіздің өнеріңіз туралы жазып, сұхбаттар дайындап, тіпті ол жаңалықтардың барлығы әрине ата-анаңыздың құлағына да жетті. Жалпы менің қызым осындай дәрежеде өлең айтады, өнер көрсетеді деп қазір мақтанышпен айтып жүр ме? Мен көзінше мақтамайды. Бірақ телефоннан сөйлесіп отқан кезде естіп қалам. Өзі жетті ғой осы нәрсеге, өз еңбекпен дегенді естіп қаламын мамамнан. Жалпы менің ата-анам қатты мақтағанды ұнатпайды. Мен де мені мақтағанды қатты ұнатпаймын. Өзім бір түрлі болып отырамын мақтап отқан кезде. Жақсы. Жаңа карантин уақыты туралы айтып кеттік. Карантин сізге пайдалы болды ма жалпы? Өте пайдалы болды. Қай тұрғысынан? Не тұрғысынан? Психология жағынан мен көп нәрселерді оқыдым, көп нәрселерді зерттедім деуге болады. Көп салаларды оқып біліп, өміріме былай айтқанда ол керек нәрселер ғой. Кино, концерт, аранжировка, яғни соткамен істеу деген сияқты. Плюсовка жазу соткамен, сондай дүниелерді үйрендім. Және де мен карантин кезінде өзіме режим орнаттым. Яғни таңғы сағат 5-те тұрып,
түнгі сағат 10-11-де ұйықтап қалу деген сияқты, уақытымен тамақ ішу, былай айтқанда сау адамның салауатты өмір салтын ұстана бастадым сол кезден бастап. Ал оғанға дейін түнгі сағат 3-те ұйықтап, таңғы сағат 9-да 10-да тұратын едім. Ал славян базарына конкурсына қатысуға қанша уақыт кетті дайындыққа? Қай уақыттан бастап дайындала бастадыңыз? Сол карантин кезінде ме әлде одан кейін бе? Негізі мен 3 жыл қатарынан қатыстым. 3-ші жылы жоспарымда болмады. Басқа байқауларды іздеп жүрген едім негізінде. Бірақ маңдайыма жазылып тұрғаны осы болып тұр. Қатысып көресің ба деп айтып атқан кезде адамдар неге көрмеске деп ойладым да жібере салған болатынмын заявкамды. Осылай өтіп кеттіңіз. Иә. Жақсы. Яғни мен түсінгенім, біз адамдар өзіміз қиындатады екенбіз өз өмірімізді. Жеңіл қабылдасақ, ол бізге жеңіл келеді. Жеңіл келеді. Дұрыс. Жалпы славян базары болсын, одан бөлек жаңағыдай қазақстандық телевизиялық шоу, телевизиялық бағдарламалардың ішінен сіздің топ жарған мен осы X-Factor'да өнер көрсеткеніңізді көрдім. Бұл байқауларда сіз қандай нәтижеге жеттіңіз? Бұл байқаулар сізге не берді? X-Factor'ға келетін болсақ, мен ұялатын выступленияларымның бірі ол. Себебі түр жағынан болсын, вокал жағынан болсын, сосын ол жақта студия қаздар алқасының сөздері естілмейді де бізге қатты. Сөйлеген сөзім былай айтқанда дұрыс емес, грамматика жағынан. Енді баламын ғой ол кезде. Сол выступлениямды көріп мен кәдімгідей өзіме мақсат қойдым. Қай жерде болмасын дұрыс тыңдауға, қандай өлшемде звук болса да, уровеньде звук болса да, анығырақ тыңдауға өзіме сабақ алдым сол жақтан. Және де түрге мән беруге сол байқаудан бастап өзіме сол жағынан жұмыс істей бастадым. Ал топ жарған байқау? Топ жарған мен үшін өте бір жақсы жоба болды. Ол жерде сен өту керек едің, или сен жеңу керек едің деген әңгімелер айтып жатқандар да болды. Мен ешқандай ренжімеймін, қайта рахмет айтамын. Себебі Адам Медиа сияқты компаниямен жұмыс істедім. Былай айтқанда Динара Адам номер 1 продюсер ғой біздің елімізде қазіргі таңда. Бүкіл жобалар сол кісіде дегендей. Шығарған жобалары әрқашанда бірінші орында тұрады рейтинг бойынша. Меніңше бір Алланың маған берген тағы да бұл бір мүмкіндігі болған сияқты. Сол командамен бірге жұмыс істеуге. Жалпы командасы Динара Абаевнаның өте керемет, себебі ол кісі өзі жақсы адам. Жақсы араласып кеттім өмірде, әпкелі қарындас болып кеттік. Және де біраз уақыттан кейін мен сол жерде Адам Медиада егізлебі жобасында музыкалық редактор болып жұмыс атқардым 2 айдай. Үлкен маған бір тәжірибе болды, шыны керек. Көрдім. Әртістермен жұмыс істеу дегенді былай айтқанда Алла тағала маған тағы да бір жақсы мүмкіндік берген сияқты. Көріп ал, қалай болады, қалай істеу керек, қалай сөйлеу керек, қалай ұстау керек деген сияқты өз-өзімізді. Айтқанда Алла тағала маған бір мүмкіндіктер беріп жүрді. Славян базарына дейін қарап алуға, опыт жинауға. Яғни басы ашы болып, арты тәтті болады дегенге мен қатты сенемін енді. Жақсы. Жалпы сіздің 5 октавада айтатын әнші деп біз жазып жүрміз, айтып жүрміз. Бұл кез келген әншінің қолынан келе бермейтін дүние. Сіз даусыңызда қалай күтесіз? Бір арнайы жаттығулар орындайсыз ба? Бұл жаңағыдай енді музыкаға қадам басып келе жатқан жас әншілерге сіздің кеңесіңіз болса, даусыңызды қалай күтесіз? Әрине ол суық ішпеу,
аяқтан суық өткізбеу, жылы киіну, ең бастысы денсаулық болмаса өлең айту қиындау. Иә, қиындау. Сосын жейтін тамаққа да мән беру керек. Асқазан арқылы біздің связкаларымыз жұмыс істейді. Яғни ешқандай бір изжога сияқты болмау керек, тембрға әсер етеді ол. Және де әрине распевкалар, дұрыс ұйқы. Ал бір-екі распевканы көрсете аласыз ба осы жерде? Мысалы, Күнделікті істейтін ол резонаторға арналған, носовой мұрын және бас резонаторына арналған. Әртүрлі мелодия шығарып жасауға болады. Сосын ең пайдалысы тағы да ол дыханияға арналған. Яғни дыхания болмаса дауыс шығуы өте қиын. Ол қандай жаттығу? Яғни ит сияқты осындай. Жақсы. Жалпы сіз 22 жасыңызда бір жақсы жетістіктерге жеткенсіз, өйткені сіздің өзіңізде шәкірт тәрбиелеп отырсыз. Тіпті бір сұхбатыңызда менің шәкіртім халықаралық байқауға да қатысады деп айтқан едіңіз, қателеспесем. Жалпы мұндай жауапкершілікті алуға қорықпадыңыз ба? Және шәкірттеріңіздің қандай жеңісімен мақтана аласыз? Жалпы маған келетін шәкірттер өте талантты. Мен шынымен де сенемін, біздің Қазақстанның эстрадасы биік деңгейге жетеді дегенге. Себебі маған келетін жас буын өте талантты жастар, балалар, иә. Маған ол адамдармен жұмыс істеген өте бір күшті сезім болатын. Себебі жаңа адам келеді, изучать етеміз, яғни психологиясын, ол да әсер етеді әртістің өміріне негізінде. Жаңадан бір бағыттағы әндерді тыңдатады, ол да маған пайдалы деген сияқты. Менің оқушыларымнан жетістік Евровидение қатысқан детский, балалар Евровидениесіне қатысқан 2 қызды дайындаған болатынмын. Сания және Камила деген қыздарды. Қандай нәтиже көрсетті екі өнерпаз? Камила 3-ші орында болды ғой деймін. Сания 7-ші орында, қателеспесем. Жақсы көрсеткіз. Одан кейін тағы да шетелдік байқауларға қатысып жүрді, онлайн. Есімде жоқ аттары байқаулардың, шыны керек. Жас буынмен дайындалған ол өте керемет. Қай тұрғысынан? Себебі ол маған да тәжірибе, жастардан өзіме тағы да білім алу деген сияқты. Бала болса да жақсы дүниелер көрсететіндер де бар. Және де ол балалардың жаны таза. Жаны таза болғандықтан энергетика, яғни жақсы болады. Ол музыкаға маңызды, е? Маңызды, өте маңызды. Энергетика ол маңызды, себебі көрермен мысалы оны қатты сезеді. Жақсы. Неліктен сіз продюсермен жұмыс істегіңіз келмейді және алдағы уақытта сіздің қандай жоспарларыңыз бар? Себебі менің ойымша қазіргі заман интернет дамыған заман, IT заман, иә. Продюсердің керегі жоқ сияқты. Қазір менеджер жақсы болса, ақша табылып жатса, SMM-шіктер жақсы жұмыс істеп жатса, барлығы жақсы жүреді деуге келеді. Бұрын ол продюсердің заманы болған сияқты. Қазір меніңше ондай заман емес сияқты. Менеджер жақсы болу керек, меніңше. Сізді әуежайдан күтіп алғанда ұстазыңыз енді Рухияға жақсы бір ән жаздырып, бейнебаян түсіру керек деп айтқан еді. Жалпы алдыға қандай жоспарлар қойып отырсыз? Қазір мен әндер жазып жүрмін негізінде, бірақ қай әнге бейне клип түсіретінімізді әлі шешпедік, таңдаудамыз әлі. Әндерді және де әлі де қарап жатырмыз. Көптеген авторлардан әндер сұрап дегендей ұсынып атқан әндер де бар. Жақын арада шығуы мүмкін. Жалпы сіздің бірақ мен асықпаймын, себебі асығып жүріп көңілден шықпай қалған әнді шығарғым келмейді. Яғни көп уақыт кетсе де бір құнды дүние жазған дұрыс, иә?
Жалпы сіздің музыкадағы стиліңіз қандай? Менің тыңдаған әндерімнің көбісі патриоттық әндер, сондай қалай айтсам екен, жаңағыдай халық әндері болды. Сіз қандай бағыт ұстанасыз музыкада? Мен әртүрлі, және де менің де бағытым әлі қалыптасқан жоқ, образ, оны мен мойындаймын. Бәлкім 1-2 жылда өзімді табармын бір белгілі бір стильде, бірақ әзірше мен барлық стильдерді қолданып көруге тырысамын. Жақсы. Сіздің музыкадағы осы елеулі жетістіктеріңізді ескеріп, оның барлығын славян базарынан басталды деп халық ырымдап, Димаштың ізбасары деп те атап жүр. Өзіңіз де бірнеше рет бұдан кейін мен телевизиялық байқауларға, жобаларға қатысам деп айттыңыз. Жалпы қазір бір нақты бір телевизиялық жобаларды қарастырып жатырсыз ба? Жалпы іздестірудеміз. 1-2 жобалар таптық. Әлі шешіліп жатқан мәселелер. Отандық па әлде шетелдік? Шетелдік. Неліктен шетелдік жобалар? Себебі бізде Қазақстанда былай айтқанда жобалар өте аз ғой. Меніңше шыны керек, енді осы уақытқа дейін мен әнші болып жүрдім ғой, бірақ мені танымайтын, былай айтқанда орта ғана танитын белгілі бір. Негізі әндер шығарып жүрдім, эфирлерге шығып жүргенмін. Мені эфирден кесіп сау деген болған жоқ. Расымен де славян базарынан кейін бірақ адамдар тани бастады. Ол, яғни мен шетелден атақты болады деуге келеді. Себебі ол доказательство қалды славян базары. Бұғанға дейін мені танитындар болды ғой. Бірақ кішігірім адамдар. Өзіміздің ішкі аудиторияда ғана. Жақсы. Ал жалпы сіздің кумиріңіз бар ма? Бір сахнада кіммен ән айтуды армандайсыз? Марайя Керимен айтқым келеді негізінде. Димашпен айтқым келеді. Бірақ Димаштың өзі білмейді оны. Интервьюларда ғана айтып жүрмін. Бетіне айта алмаймын. Неге екенін білмеймін. Жалпы Марайя Кери Димашпен айтқым келеді. Неліктен Марайя Кери? Неге Бачели? Марайя Кери себебі менің кумирларымның бірі. Димаш та кумирім менің. Жалпы тірі кумирім, өмірімде көрген еліктеуге тұрарлық тұлға ол кісі. Қарапайымдылығы, барлығы бар ол кісі, былай айтқанда. Марайя Керимен айтқым келеді, себебі мені көбісі ұқсатады сол кісімен. Даусыңызды ма, әлде түріңіз, бет әлпетіңізді? Даусымды. Түріміз ұқсамайды. Егер де Майкл Джексон түрі болғанда, бәлкім Майкл Джексон мен. Жақсы. Сіздің осы армандарыңыздың орындалуына біз де тілектеспіз. Әумин, рахмет сіздерге. Жалпы Рухия Байдукенова қандай әндер тыңдайды? Сіздің плейлистіңізде қандай әндер бар? Менің плейлистімде әртүрлі. Бірақ көбінесе халық тыңдамайтын музыкалар, симфониялық шығармалар, YouTube каналда әртүрлі жобалар бар. Жаңа бағытта әндер шығаратын, солар тыңдаймын. Жаңа шығып жатқан әндерді тыңдауға тырысам. Яғни бір ностальгировать ететін әндерім қазір жоқ деуге болады. Себебі қазір жаңадан шығып жатқан бағыттарды тыңдауға тырысамын. Ал сізді кім немесе не шабыттандырады? Мені шабыттандырады кішкентай балалар, шыны керек. Неліктен? Мен балаларды қатты жақсы көремін. Өзім де балам болған қалаймын, балаларым болған қалаймын. Көп балалы болғым келеді. Спортсмендер шабыттандырады мені. Негізі маған спортсмендер өте қатты ұнайды. Спортшылар, неліктен? Өте дисциплинаға үйренген адамдар, ответственный кісілер, жауапкершіліктері жоғары, және де рухы мықты адамдар. Мысалы, Фируза Шариповамен мен жақын араласамын, боксшы, әлем чемпионы бокстан. Өмірде кәдімгідей әпкелі сіңілі секілді?
ұнайды маған спортшылар кәдімгідей бала кезден қарайтынмын, Денис Тенді көп қарайтынмын. Біз бір өнер адамдар мен спортшылар бір байланыста сияқтымыз. Бір-бірімізді ұғуға болады, себебі біз денемізбен емес, ішкі жан дүниемізбен айналысатын болсақ, яғни дауыс тренировать етеміз дегендей, дауысқа жаттығу жасаймыз, ол кісілер физически, яғни спортшылар мені шабыттандырады, балалар шабыттандырады. Жалпы спортшыларға келетін болсақ, қазіргі таңда біздің қазақстандық спортшылар Токио олимпиадасында өнер көрсетіп жатыр. Біздің спортшыларымызға өзіңізден бір жылы лебіз, тілек болса, осы Қазақпарат көрермендеріне, жалпы барша қазақстандықтарға айтсаңыз. Токиода өтіп жатқан олимпиадада біздің еліміздің көк байрағы тек биікке шықсын, алтын қола, күміс жүлделер көп болсын. Ең бастысы ешқашанда былай айтқанда жеңсе де жеңілсе де адам төмен түсіп кетпеуге тырыссын деп тілеймін. Мысалы Зүлфия Чиншанло, мен өте қатты ол кісіге ризамын. Себебі қайтадан олимпиадаға барып жүлделі орын алып келді. Яғни қайтадан аяғына тұрды деуге болады да. Барлық олимпиада қатысушыларына тек сәттілік тілеймін. Көк байрағымызды биіктете беріңіздер. Бізде қазақстандық спортшыларға дәл осы әлемдік додада тек қана сәттілік пен жеңіс тілейміз. Жалпы алдымен Димаш, одан кейін Данелия, Ержан Максим, енді сіз. Қазақстан атынан Иманбек, Назима. Жалпы Индира Еділбаева. неге голосқа қатысқан. Осындай сіздер секілді қазақстандық әншілер музыканттарға қойылатын талаптардың барлығын ескерсек, біздің Қазақстандың деңгейін бірнеше сатыға көтеріп тастадыңыздар. Осы тұрғыдан келгенде жас талант иелеріне, жас музыканттарға өзіңіздің айтар ақылыңыз, кеңесіңіз, жылы лебізіңіз болса. Әрқашанда тек өз ойларыңызбен өмір сүріңіздер, өз дегеніңіздерге жетіңіздер. Бұл әлемде ешкім ешқашан кедергі бола алмайды. Егер де Аллаға сенетін болсаңыздар, және де армандаңыздар, еңбектеңіздер, сенімді болыңыздар. Ал сұхбатымыздың соңында Рухия нені армандайды? Рухияны алға не жетелейді? Дәл қазір менің арманым ол жалпы қарапайым халыққа көмектесу, өнер жағынан болсын, әрбір салаға, мысалы айтқанда благотворительный фонд ашқым келеді, ол арманым әзірше. Дәл қазір қолымнан келмейді ол. Болашақта жалпы сондай фонд ашқым келеді, халыққа көмектесетін негізінде. Және де осы жеңісімді де мен өзім үшін алып келген жоқпын деуге болады. Мысалы, былтыр Славян базарына сен өту керек едің деген әңгімелер болып жатты. Мен айтамын да, мен қуанамын былтыр бармағаныма. Себебі мен ол кезде ондай жеңіс алып келмес едім. Және де халық қиын жағдайда болатқан кезде менің қуанышыма қуанама деген сұрақ болды да. Бала кезден арман болатын. Менің жеңісіме халық қуанса екен деп. Мен ғана емес, халық та қуанса екен деген. Ал қазір сол халықтың қуанғанының куәгері болып отырсыз, иә? Рахмет сол үшін. Рахмет. Құрметті Қазақпарат көрермендері, оқырмандары, бүгін біздің студиямыздың қонағы қазақстандық танымал әнші, талант иесі Рухия Байдукенова. Рухия, сізге тағы да біздің студиямызға келіп сырлы сұхбат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сізге рахмет үлкен. Шығармашылық шабыт пен табыс тілейміз. Әумин, рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.